Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі тіл үйіретін менің қонақтарыма өте қатты ұнаған маковый пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, жасап көріңіздер, қазіргі хит пирогтар. Ең алдымен ұнымызды аламыз, ситырдан өткіземіз. Үстіне сахарная пудра қосып араластырамыз. Және макымызды қосамыз. Менде 25 граммдық мак қостым мен. Жақсылап араластырып, үстінен комната температурасында еріп тұрған сары майымызды қосып, бәрін бірге араластырамыз. Песочный тесто болуы қажет. Осылай жақсылап араластырып, үстіне жұмыртқамыздың сарысын қосамыз. Осылай ажыратып аласыздар, сарысы мен ағын. Жылтығын осылай алып, белогын қазір бетіне меренге жасауға қажет болады. Ыдысыңыздың іші таза, құрғақ болуы тиіс. Әйтпесе белогыңыз қазір меренге жасаған кезде көтерілмей қалады. Соны ескере кетіңіздер. Осылай араластырып, қамыр дайындаймыз. Жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Міне менің қамырым дайын болып қалды. Осылай жақсылап тұрып араластырдым жұмсару үшін. Өйткені ішінде сармай болғандықтан жұмсақ болады. Көрініп тұрасыз, экраннан қамырым тойынып тұрған шығар. Енді бізге пергаментный қағаз қажет. Екеу аламыз. Осылай үстіне қамырымызды салып, екіншісімен үстін жауып, осы оқтаумен бір қалыпты жұқа болғанша осылай жаямыз. Тезде жайып шығамыз. Формамыздың размерімен осылай жайып шықтым. Әбден жұқа қылып, жақсылап тұрып жайып, артық шығып кеткен жерлерін уайымдамаңыздар, кесіп толықтырамыз. Мұны дәл видеодағыдай жасасаңыздар, қалында осындай жұқа болуы тиіс. Осылай дұрыстап, кәдімгі күшті мен формама сәйкес келетіндей қылып дайындап аламыз. Жамайсыздар осылай. Немесе қалған остатықны балаларға печенье істей салыңыздар. Балалар ләз болып жейді. Енді бізге меренге дайындау керек. Жаңағы белоктарын аламыз да, осылай блендермен, миксермен жақсылап араластырып, үстіне шамалы көлемде қант салып отырамыз. Қантты бірден салмаңыздар, себебі көтерілмей қалуы мүмкін меренгамыз, сондықтан шамалдан салып отырыңыздар. Жақсылап араластырамыз. Және достар, келесі видеода қандай рецептпен бөлісейін, комментарийға жаза кетіңіздер. Әппақ болып, дайын болғанша жақсылап араластырамыз. Мына біздің меренгамыз дайын болды. Енді формамыз үстіне қамырымызды дайындап саламыз. Соның үстіне осылай меренганы бір тегіс қылып жағып шығуымыз тиіс. Қажет. Осылай жағып шығыңыздар. Пешті 80 градусқа қыздырып қою қажет. Меренгамызды толық осылай жағып шығып, дәл видеодағыдай жасаңыздар. Тегіс қылып, бірдей қылып, пешке 15-20 минутқа жібереміз. Беті қызарғанша күтесіздер. Ал енді кремімізді дайындай берейік. Творожный сыр және сливки қажет, және сахарная пудра. Жақсылап блендермен араластырамыз. Миксермен менде әбден қою крем болғанша. Қантыңыз аз болса, сахарная пудраны қоса беріңіз шамалы. Біздің пирогымыз қызару керек беті. Міне пирогымыз пісіп қалды. Осы пирогты енді екіге бөлеміз. Және қыздар, бір лайфхак,
пирогты 2 парта пісіріп алсаңыздар болады, домалақ формаға. Солай да күшті болады. Енді үстіне кремімізді саламыз. Шамалы пирогымыз суыған күту керек. 15 минут жеткілікті. Осылай кремімізді жағып шығамыз. Толық жағып шығамыз. Енді екінші бетіне қойып, холодильникке 1-2 сағатқа жіберіңіздер. Ал біздің пирогымыз дайын болды, креміміз сынды деген ойдамын. 2 сағаттай тұрды холодильникте. Енді турап көрейік. Мен бір қолмен сотка, бір қолмен пышақ салған соң турау қиын болып тұр. Сондықтан түсінесіздер деген ойдамын. Видеода қарасаңыздар, кремі бәрі сіңген, өте жұмсақ болып тұр. Дәмі деген қыздар енді керемет. Мен келген қонақтарым барлығы рецепт сұрады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Айман ас болсын.